қағылып оятты. Әпкем жігітімен тағы қашып жүрген шығар. Жабайы түннен кейін серуендеуге барыңыз, деп ойлады ол төсекке жатып. Төсекте жатқан 18 жасар қыз сөзсіз өте қатты, әдемі. Және оның өзі мұны жақсы түсінді. Толық еріндер, жіңішке фигура және оның сүйкімді көрінісі Юлияға әрқашан ерлердің назарында болуға мүмкіндік берді. Бұл қызды ренжітуге көмектесе алмады. Ал енді таңды бастау керек болды. Оның телефонын бітеп тастаған жанкүйерлерінің махаббат хабарламаларын жою. Сонымен қатар өз жасында табиғи болып табылатын Юлия Ханзаданы армандады. Оған отбасылық өмірдің барлық қуаныштарын береді, бірақ Ханзада көрінбеген кезде. Сондықтан Юлия әпкесіне қызғанышпен қарады. Оның бұл жағынан бәрі керемет болды. Үйде ешкімнің қалмағанын пайдаланып, жас қыз төсектен тұрып қалды. Киініп жатып ас үйге бардым. Мен көп адамдар сияқты емес, мұны айту керек. Подруги, Джулия жалаңаш ұйықтауды ұнатпады. Енді бұл оның мойнында болды. Жас қыздың әдемі формаларына баса назар аударатын ақ қарлы пижамалар. Жалғыздықтан ләззат алып, мұрнының астынан ән шырылдаған Юлия жанына барды. Асхана және оның жолында өлі тоқтады. Оның алдында үлкен қызының жігіті Макс отыр екен. Оған күлімдей қараған апалар. Қайырлы таң, ұйқылы ояу. Сіз? Шамасы ол қатты ұйықтаған. Жігіт одан бетер жымиып амандасты. Джулия оның көзқарасы, оның фигурасына қалай қарайтынын байқады. Жас әйел. Мен өзімді ыңғайсыз сезіндім, бірақ ұятқа тағы бір сезім араласты. Жағымдырақ. Мен Катя екеуің кетіп қалды деп ойладым. Мен шапалақтағанын естідім. Кіру есігі. Джулия жігіттен көзін алмай күлді. Әпкелер. Катяның жолы болды. Әдемі, сымбатты, спорттық және тіпті. Юлияның көптеген жанкүйерлерінен айырмашылығы бай. Иә, ол Максты өте жақсы көреді. Маған ұнады, бірақ ол оның әпкесінің жігіті болды, сондықтан олар тек дос бола алады. Өкінішке орай, қыз мұны бірнеше рет мойындады. Иә, Катюша кетті, мені тастап кетті. Саған қара. Және айта кету керек, маған көргенім ұнайды. Макс. Ол Юлияның көзіне мұқият қарады, және оның көзқарасы қызды селт еткізді. Жоқ, ол әрине ерлердің көзқарастарын оқуды үйренді, ол арқылы көрінді. Тілек, бірақ бұл жолы ерекше нәрсе болды. Онда мен барып киімімді ауыстырайын, ал. Сонда апам қайтып қызғанады. Күлімсіреп, Юлия артына бұрылды да. Ол жамбастарын шайқап, мұның бәрін түсініп, бөлмесіне кетті. Осы кезде Макс одан көзін ала алмаса керек. Бұл туралы ойлану, Юлия. Ол күлді, бірақ бұл оның әпкесінің жігіті екенін есіне түсіріп, бірден байсалды болды. Оған қарауды тоқтатыңыз, сіз өзіңізді қалыпты адам табуыңыз керек. Мысалы, Макс сияқты күшті, әдемі. Джулия бөлмесіне кіріп, ол киім ауыстыра бастады, бірақ оның қолынан бәрі түсіп қалды. Макс оның басынан шыға алмады. Джулия өз сезімдерімен айналысқаны сонша, ол жігіттің қалай болғанын байқамай қалды. Артынан келді. Күшті еркек қолдары оның белінен ақырын, бірақ қатты ұстады. Құшағынан қашып құтылу мүмкін емес еді. Бірінші секундта Юлия. Мен жай таң қалдым. Бірақ содан кейін ол бір сәтке оған көнді. Құшақтады, бірақ тез өзін жинады. Сен не істеп жатырсың? Деп айқайлады ол. Жас әйел. Мені дереу жіберіңіз. Білесің бе, мен сені әрқашан жақсы көретінмін. Макс оның құлағына сыбырлады. Мен сені бүгін көргенде мүмкін емес екенімді түсіндім. Ұзағырақ ұстаңыз. Сіз өте ерекше, соншалықты тартымдысыз, бірақ сонымен бірге. Соншалықты нәзік және нәзік, мен сені құшақтап, ешқашан жібергім келеді. Юлия. Еріксіз Максимге қарай жылжыды. Бірақ саған ұнайды. Макстың сыбыры оны шын мағынасында есінен шығарды. Қыз өзін Макс сияқты сезінді. Футболкасын шеше бастады, оған көмектесу үшін қолын көтерді. Кейінірек. Біраз уақыттан кейін Юлийдің киімінен іс жүзінде ештеңе қалмады. О, иә сен. Жай ғана әдемі. Сізді таңдануға рұқсат етіңіз. Джулия қатты жараланды. Ол тіпті жалаңаш денесін қолмен жабуға тырыспағанын.
Ол қалай көрді? Бұл батыл жігіт оған таңданады, оны қалай қалайды және мұны жүзеге асырады. Өзін өзі бағалауды одан сайын арттырды. Мен сені көптен бері ойлап жүрмін. Сен де солай болдың. Жақын, бірақ қол жетімсіз, бірақ қазір сен меніксің. Джулия өз екенін түсінді. Мен мұны көптен бері қалаймын. Ал қазір Юлияның өзі жігітінің футболкасын шешеді. Қарындастары оның іш қуысын сипап отыр. Бұл өте жақсы болды, бірақ одан да көп. Өзімді ұстай алмадым. Макс бұл қол жетімсіз қыздың әрқайсысымен қалай болғанын көрді. Секундтар оның күшіне көбірек түседі. Әрине, бұл оны қызықтырды. Өзін өзі сүю. Оның көп қыздары бар еді, көбі оған лақтыратын, бірақ Джулия ерекше болды. Ал Юлия басқа әлемде әлдеқашан болды. Тек ол мен Макс болды. Ішінде бір жерде ол мұны енді түсінді. Оған тиесілі және басқа ештеңе маңызды емес. Джулия осылай сезінді. Қол жетімді, бірақ қандай да бір себептермен оған ұнады. Ол жігітке мұндай әрекетке бірінші рет рұқсат берді. Бірақ Макс ерекше болды. Қыз бұдан әрі шыдай алмады. Ол болды. Оларды біреу естісе де маңызды емес. Мен сені жақсы көремін. Менің қолымнан келмейді деп ойлаймын. Біздің кездесулерімізсіз өмір сүріңіз. Мен барлық бос уақытымды сенімен өткізгім келеді. Мүмкін бұл дұрыс емес шығар, және біз мұны жасамауымыз керек еді. Бірақ мен шынымен үміттенемін. Әпкең ештеңе таппайды. Бұл сөздер Юлияның көңілін одан сайын жақсартты. Сондықтан, олармен тағы да кездесулер болады. Міне, нағыз бақыт. Толық қыз. Сезімдерінде еріді. Бұл сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес еді. Макс басылды. Қызды оның кеудесіне қолдарымен жұмсақ шашын сипауын тоқтатпай, абайлап. Жастықтан ілулі. Джулия жұқа саусақтарын қалың шашының арасынан ақырын жүргізді. Оның кеудесінде, егер олар болса, ол олардың үстіне қалай ұйықтайтынын елестетеді. Бірге. Мәңгілікке жалғасатындай әсер қалдырды. Жігіт басын иді. Болған оқиғадан қызарып кеткен Юлийдің жүзі ішіне кіріп кеткендей сүйді. Алғыс оған қаншама рахат сыйлаған қыздың қызыл еріндері. Сезімдер. Ол алғаш рет оны шын сүйді. Мұны Юлия сезді. Қайтадан ұшып кете бастайды. Қандай бақыт. Телефон оны бақыттан алып шықты. Макс ұялы телефонына қоңырау шалыңыз. Шашылған жерден телефонын бірден таппады. Кереуеттің жанында заттар бар. Джулия жігіттің айтқанын ғана естіді. Сәлем қымбаттым. Жоқ, ол әлі ұйықтап жатыр. Ол үйде ұйықтап жатыр. Иә, мен сені сағындым. Өте қатты. Мен де сені сүйемін. Джулия оны қызғанышпен тесіп өткенін сезінді. Оның жағдайы қалай? Мен мұның бәріне жол бере алар ма едім? Ол енді қарай алмайды. Әпкеге көз. Бірақ бір секундтан кейін Макс оны құшақтап, өзіне қысты, содан кейін бәрі. Күмәндер ұмытылды. Өтінемін, барма. Мен бұл ешқашан болмағанын қалаймын. Аяқталып жатты. Сырттан өз дауысын естігендей. Бұл бастамасы ғана. Қымбаттым. Бізді алда әлі талай жағымды істер күтіп тұр. Осы сөздермен Макс. Ол қызды соңғы рет сүйіп, бөлмеден шығып кетті. Джулия диванда жатты және мен өзімді кешіре алмадым, өйткені бұл оның әпкесінің жігіті, оның сүйіктісі. Жалғыз әпкесі. Ұят пен өзіне деген ашу сезімі оны басып алды. Күштірек және күштірек. Және ол да жақсы деп ойлады ол. Біріне деген сүйіспеншілікке ант береді, және басқасымен ұйықтайды. Кейде ол жалғызмен болмасам таң қалмас едім. Көңіл көтеруге қарсы емес. Джулия қолдары дірілін қолына алды. Экрандағы сөздердің жартысын көрмей хабарлама жаздым, олар менің бетімнен жүгірді. Көз жасы. Максим, бұл Катя білмеуі керек үлкен қателік болды. Біздің сүйісуіміз де кездесуіміз сияқты соңғысы болды. Қош бол. Жауап күтпестен. Дұрыс шешім қабылдағанын сезінген Юлия душқа барды. Әлсіздігіңіздің іздерін жуып тастаңыз, және оны енді ешқашан еске түсірмеңіз. Катя бірге. Максим екеуміз бір айдан кейін ажырастық.
Оны басқа қызбен ұстады деген қауесет бар.